Каспий магазинінің ішінде тауар сатып, бір аптаның ішінде 1 миллион теңге таза пайда тапқыңыз келетін болса, видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер болады, достар. Қараңыздар, мен 1 жылдан бері Каспий магазинінде тауар сатамын, және де осы 25 жылдың басында Каспий магазинге тауар сатамын деп кіре сала үлкен проблемаға жолықтым. Ол Каспий магазинінің ішіндегі қазақ тілінің жоқтығы, достар. Каспийдің басшылығына, тағы да операторларға звондап, неге қазақ тілі жоқ бұл Каспий магазинінің ішінде деп сұрасам, олар айтады, қазақ тілі разработка үстінде, қазақ тілі алдағы уақытта қарастырылып жатырмыз, қосамыз, міндетті түрде қосамыз деген сияқты 1 жылдан бері осы сөздерді маған қайталап келе жатыр. Мен өзім әр апта, әр 2-3 күн сайын звондап, қазақ тілі қашан қосылады деп сұрап тұр. Бір сөздерінің бір арасында айта кетті, қазақ тіліге сұраныс өте аз, өкінішке орай аға деп бір операторларда да енді өзіміздің қара көздер отырады, солай айтып қалған жайты бар еді. Сол үшін қыздар, жігіттер, мына Каспий магазині барлар әсіресе звондап 23 нөміріне звондап, қазақ тілін қашан қосасыздар, қазақ тілін қосыңыздар деген сияқты талаптарды қойыңыздар. Сіз егер Қазақстанда туылып, қазақ тілінен басқа тілді білмейтін болсаңыз, орыс тілін білмейтін болсаңыз, сіз өкінішке орай Каспий магазинде тауар сатып, бизнес жасап, былай айтқанда ақша таба алмайсыз. Енді ақша табудың жолдары көп, бірақ енді өкінішке орай мынау Каспий магазин тек қана орыс тілін білетіндерге ғана арналып тұр Қазақстанның ішінде. Бұл менің ойымша тек қана қазақ тілін білетін адамдардың құқығын шектеу деп ойлаймын. Сол үшін қазақ тілінің жанашырларын осы видеоның астына белгілеп, лайк басып, осы видеоны репост жасап, кімде Каспий магазин бар, соларға жіберіп қоюды ұмытпайық, достар. Қазақ тілін қолдайық. 23 нөміріне звондап, қазақ тілін қашан қосасыңдар деп талап етіңдер, наглей талап етіңдер. Қазақстанда жүрсіңдер ғой, неге өйтіп үн-түнсіз Каспий магазин ұсынған орыс тілінде ғана қолданып, үндемей жүре берместен қазақ тілін қосыңдар, қашан қосасыңдар деп нақты талап етіңдер, жігіттер, қыздар, давай. Сосын мына видеоның басында 1 миллион теңге қалай табамыз деп айтып едім ғой, не болып кетті дейтін болсаңыздар, өкінішке орай ол 1 миллион теңге табудың жолдарын өзім де білмеймін, білсеңіздер маған айтыңыздар. Просто мына видео рекомендацияға шығу үшін әдейі сөйтіп айттым, ренжімеңіздер, қолдап кетіңіздер. Рахмет, алдала.